Өмірдің қас-қағым сәтте қалай өте шығатынын көргіңіз келсе, Рамазан айының өте шыққанына қараңыз. Кеше ғана бұл айды асыға күтіп, Рамазанға арналған жоспарлар, ас мәзірін әзірлеп, жол бойы ауызашарға үлгеруге асыққан едік. Ал бүгін соңғы күндер мен сәттерді санап отырмыз. 10 күн, бір жылдың ең берекелі айы үйімізден кетіп барады. 10 күн, біз енді тарауих намазы үшін мешітке асықпайтын боламыз. 10 күн өміріміз қайтадан бір сараңға түседі. Таңғы ас, кешкі ас, үй жұмысы, үй. Рамазанның тәттілігін сезініп, оның жақсылығын теңдей етіп, 11 айға бөліп тастап, әр айда берекеге кенелуді кім қаламасын? Дегенмен бұл мүмкін бе? Иә, Алла жомарт, алайда келесі айда оразаны ұмытпай, құлшылықты азайтпас үшін осы айда мол азық жинап қалуымыз қажет. 10 күннің азы қалды. Бірақ дәл сол аз күндердің сіздің тағдырыңыздағы өзгерістер баспалдағы болуы әбден ықтимал. Жәннатқа жақын құл боламыз ба, әлде баяғы жартас сол жартас демекші, бұрынғы әдетімізге қайта басамыз ба, жоқ әлде рухани азық алуды жалғастырамыз ба? Рамазан айының соңғы 10 күнінде барынша сауапқа қол жеткізіп, сол күндердің берекесін жыл бойы сақтап қалудың бірнеше жолдарын айтып өтпекпіз. Сүйікті сериалдарды өшіру. Бәлкім Рамазан айының басында ақ көгілдір экраннан бас тартуды жоспарлаған боларсыз. Егер ол жоспарыңызда болмаса, онда Рамазан айының соңғы 10 күні теледидар пультін алыстау жерге қойып қоюдың ең тиімді кезі. Ғаламторды да өшіру. Қасиетті айдың 21 күні келгенше бар уақытымызды ғаламтор парақшасында құрып жіберген болсақ, нағыз қылмыс жасаған болармыз. Егер ғаламтордан бас тарта алмайтын болсаңыз, модеміңіз, тіпті ұялы телефоныңыз да пульттің жанынан орын тепсін. Бас қосуларды қысқарту. Рамазан айының соңғы күндері оңашалауды талап етеді. Таңнан кешке дейін мешітте отырып құлшылық жасау әркімнің жағдайы келе бермесі анық. Алайда әрқайсымыз бос сөзден, талас-тартыстан, ауызашардан басталып бірнеше сағаттарға созылған кездесулерден таңға дейін әңгіме-дүкен құрып отырудан тыйылуға ерік-жігеріміз жетеді. Рамазан айының соңғы 10 күні 10 түрлі алтын жамбы іспетті. Ендеше бір шыны шай үшін алтын жамбыдан айырылып қалмайық. Құлшылықты арттыру. Рамазан айының аяғында көпшілігіміз шаршаңқылап қаламыз. Бәлкім бұл әлсіздікке себеп болған режимінің бұзылуы мен аштық сезімдері болар. Қалай болғанда да біздің ықыласымыз әлсірейді. Бірақ оған жол беруге болмайды. Рамазан айының 20-шы түні тарауих намазы оқыған жанға берілер сыйлықты естеріңізге салайық па? Жоқ әлде 29-ы түнгі сауапты айтайық па? Есіңізге алар болсаңыз, қалай жайнамаз үстіне тұрғаныңызды аңғармай қаласыз. Үй шаруасын жеңілдету. Бұл айда соңғы күндері ең тиімсіз тірлік үйіңізге тазалық жасау. Яғни бір қолыңызбен төбені әктеп, бір жақтан кілем жуу. Негізінде үйдің ауасын жаңартып, үйге мерекелік атмосфераны Рамазан айы кірмес бұрын жасауға тиіспіз. Егер дәл уақытысында жасап үлгермей қалған болсаңыз, барынша жеңілін таңдаңыз. Айт күнінің алдында үйді тазалап, мерекелік әшекейлер іліп қойыңыз. Дүкенде кезекте тұрмау. Айт күндері отбасымызды, жақындарымызды қуантуға асыққанды жақсы көреміз. Алайда сыйлық аламын деп асыра сілтеудің қажеті шамалы. Ораза айты бұл әдемі сыйлық беруден жарыс күні емес, қуанышты бөлісу, махаббатты жеткізудің бір жолы, мүмкіндігі. Берекелі дастархан, кішігірім естелік сыйлықтар жайлы атмосфера мерекені сезінуге таптырмас құрал болмақ. Ысырап жасаудан бас тарту. Мұсылман әйелдерге беретін тағы бір маңызды кеңес. Айт күні 2-3 күн қалғанда, тіпті бір апта қалғанда азық-түлік тізімін жасауды бастаймыз. Бұл жақсы, дегенмен ең бастысы аспаздық шабытымыз шегінен шығып кетпеуін қадағалағаныңыз жөн. Кешірім сұрау. Енді жан дүниеміз жайлы сөз қозғайық. Рамазан бойы кешірім сұрауым керек. Туыстарыммен қарым-қатынасты жақсарту керек. Отбасылық өміріме жылулықты қайтаруым керек деп ойлап жүрген боларсыз. Қасиетті айдың соңғы 10 күні осылардың жүзеге асуына таптырмайтын сәт. Ата-анаңыздың, жолдасыңыздың, аға-бауыр таныстарыңыздан, жаратушыдан кешірім сұраңыз. Өзіңіз де сізді ашық әрі жасырын түрде ренжіткен жандар болса, кешіріңіз.
мақсаттарды жүзеге асыру. Рамазан айының басында алдыңызға мақсат қойғаныңыз белгілі. Құран оқуды бастау, нәпіл намаздар оқу, уәдеге берік болу, күнде ата-анаңызға хабарласу және тағы сол сияқты. Егер Рамазан айында мақсатыңызға жетудің қадамын жасамаған болсаңыз, қасиетті айдың берекеті бізді бастап тастап кетпей тұрып, соңғы 10 күніңізде бастаңыз. Бір қадам жасар болсаңыз, Хақ Тағала мәлеге жетуге жәрдем береді. Дұға тілеу. Ең соңғы күнге дейін, сағатқа, тіпті минутқа дейін Алла Тағаладан жүрегімізді мазалаған, уайымымызды жеңілдет деп, өзіне апарар жолды көрсетуін, күнәмізді кешіріп, жақындарымызды жәннатпен сүйіншілеуін сұрауға тиіспіз. Рамазанның соңғы 10 күніне 3 кеңес. Бірінші, әр күні мүмкіндігінше 50 не 100 теңгеден болса да садақа беріп жүріңіз. Сонда садақаңыз міндетті түрде қадір түніне тура түскендей болып шығады. 83 жыл 4 ай күн сайын садақа берген адамдай боласыз. Екінші, әр түні 2 ракағат намаз оқыңыз. Қадір түніне сай келсе 83 жылдан астам уақыт әр түні намаз оқыған болып есептелесіз. Үшінші, әрбір түні Ықылас сүресін 3 реттен оқыңыз. Қадір түніне дөп түскенде 83 жылдан аса уақыт күн сайын Құранды толық оқып шыққандай боласыз. Пайдалы ақпарат алған болсаңыз, қазақша контентті қолдап, тіркеліп және лайк басуды ұмытпаңыз. Баршамызға Алла разы болған құлдар қатарынан болуды жазсын.